Алашқа сәлем, сендермен Тамир Ланс. Бұл Ланс талдауы. Джек Лондон, Мартин Иден романы. Назар аударыңыз, шығармада суицидпен байланысты материал бар. Суицид – адамның өзіне өзі қол жұмсауы деген сөз. Егер сіз 18 жасқа толмасаңыз, немесе суицид тақырыбына сезімтал болсаңыз, мен сізге осы талдауды қарамауға кеңес беремін. Осы талдау 4 бөлімнен тұрады. Роман 46 тараудан тұрады. Мен тек қана маңызды жерлері туралы айтамын. Видеода тайм-кодтар бар. Романның ең басты кейіпкері Мартин Иден деген жігіт болған. Ол теннисші болып жұмыс істеген. Шығарманың басында ол 20 жасында болған. Мен де жасым 20-да. Мартин жұмысшылар табынан болған. Ол Руф Морс деген қызға ғашық болады. Ағылшынша Ruth. Бірақ мен оған Руф дей беремін. Руфтың жасы 23-те болған, яғни Мартиннен 3 жасқа үлкен. Руф универ студенті болған, және ол буржуазия табынан болған. Мен түсінгендей, шығарма сюжеті 20 ғасырдың бірінші жартысында болған. Басқа кейіпкерлермен кейін танысамыз, ал енді әдебиет іліміне аттанайық. Бірінші тарау. Руф өз отбасында жалғыз бала болған жоқ. Оның Артур деген ағасы немесе інісі болған. Артур паромда болғанда мас адамдар оған тиісе бастады. Мартин Артурды қорғады. Сол үшін Артур Мартинді өз үйіне шақырды. Артур өз отбасына бір өте қызық жабайы адамды әкелетінін айтқан. Мартин келіп Руфпен танысты. Мартин Руфты сұлулығы мен әсемдігі үшін ұнатқан. Руф ше Мартинді еркектігі, әдепсіздігі және сауатсыздығы үшін ұнатқан. Кейін үйге Руфтың анасы келді. Шығармада оны миссис Морс деп атаған. Руф Мартинді өз анасымен таныстырды. Екінші тарау. Дастархан басында Руфтың отбасысы және Мартин отырған. Мартин өзінің сауатсыз екендігін біле тұра ұялып отырған. Ол Руфтың отбасысы алдында боқтаудан қашқақтауды тырысқан. Бірақ кейін ол өзін шынайы түрде көрсете бастаған. Оның әңгімелері әдепсіз болған, бірақ олар қызық болған. Қоштасқанда Руф Мартинге 2 кітапты берген. Осы 2 кітаптың біреуі Суинберн деген автордың шығармалары болған. Мартин мен Руф бір-бірімен танысқанда осы Суинберн туралы сөйлескен. Осы автордың аты романда тағы да кездесетін болады. Үшінші тарау. Мартинде отбасыдағы жалғыз бала болған жоқ. Оның Гертруда деген сестері болған. Ағылшынша sister 2 мағыналы аударылады. Немесе әпке, немесе қарындас. Шығармада Мартин мен Гертруда екеуінен қайсысы үлкен бала болғандығы туралы ақпарат берілмеді. Сондықтан мен Гертруда Мартин әпкесі болған деп айта беремін. Гертруда өзінің жұбайы мен балаларымен бірге тұрған. Жұбайының аты Бернард Хиггинботтем болған. Бернард пен Мартин бір-бірін жек көрген. Гертруда мен Бернард та Руфта Калифорния штатындағы Сан-Франциско шағанағы аймағында тұрған. Осы аймақта бірнеше көршілес қалалар орналасқан. Мысалы, Сан-Франциско, Окленд, Беркли, Сан-Хосе, Пало-Альто. Руф Оклендта тұрған. Гертруда мен Бернард Берклиде тұрған. Мен түсінгендей, Мартиннің өз үйі болған жоқ. Ол теңіз сапарынан оралғаннан кейін көбінесе Гертруда мен Бернардтың үйінде тұрған. Міне қазір Мартин Руфтың үйінен шыққаннан кейін Гертруда мен Бернардтың үйіне барған. Төртінші тарау. Мартин өз өмірінде ешқашан тісін тазалаған жоқ. Руф үшін ол тіс щеткасын сатып алып, тісін тазалай бастаған. Онымен қатар кітапханаға барып, этикет туралы оқи бастаған. Бұдан былай боқтауды тоқтату туралы өзіне сөз берген. Алтыншы тарау. Руф буржуазия табынан шыққан. Мартин ше жұмысшылар табынан шыққан. Мартин Руфтың одан қаншама алыс екенін түсінген. Оған үйленуге небәрі кішкентай мүмкіндік болса да, Мартин өзін дамытуды шешкен. Азанда суық сумен душқа түсе бастаған. Бернард Хиггинботтем Мартин күйеу баласы. Сол үшін Мартиннен қосымша төлем сұрай бастаған.
Мартин кітапханаларда көп уақыт отырған. Мартиннің тағы бір әпкесі немесе қарындасы болған. Мен оны әпкесі дей беремін. Оның аты Мариан болған. Мартин жалғыз өзін ғана емес, өзінің қоршаған ортасын да дамытуды шешкен. Ол өзінің екі әпкесіне, Гертруда мен Марианға кітапхана жазылымдарын жасаған. Мартин әлі де болса темекі шешкен, бірақ ол алкоголь ішуді тастауға бел байлаған. Назар аударыңыз, темекі мен алкоголь денсаулыққа зиян келтіреді. Оған қоса Мартин өзінің шалбарының орнына буржуазия табының шалбарын кие бастаған. Кейін ол Руфты жиірек көру үшін театрға бара бастаған. Бір күні Мартин онда Руфты көрді, бірақ Руф онда жалғыз болған жоқ. Онымен бірге екі адам болған. Руфтың ағасы немесе інісі Артур және бір жас жігіт. Мартин бұл жігітті көргенде Руфты қызғана бастады. Мартин басқа жаққа қараса, оған белгісіз екі қыз Мартинге қарап күліп отырған. Мартин театрдан шыққаннан кейін оған сол екі қыз жақындай бастаған. Мартинге қыздармен бірге әңгімені бастауға ешқашан қиын болған жоқ. Мартин ойламай автомат түрде екеуімен амандасқан. Бірақ егер Руф театрдан шығып Мартинді осы екеуімен көрсе, жақсы болмайтынын түсінген. Сондықтан Мартин екі қызды басқа жаққа апарған. Олар бір-бірімен таныса бастаған. Мартин олармен сөйлескенде театрдан шыққан адамдардың ішінен Руфты көрген. Мартин осы екі қыздың біреуінің атын сұрады. Оның аты Лизи Коннери болған. Біз Лизинің романда тағы да кездесетін боламыз. Мартин екі қызбен сөйлескенде олардың киімдеріне қарап пікір түйген. Киімдері арзан болып көрінген. Мен түсінгендей, сол екі қыз да Мартин сияқты жұмысшылар табынан шыққан. Екі қыз Мартинге, егер оның тағы бір досы бар болса, олар Мартин мен оның досымен бірге бір жаққа балмұздақ жеп, тәтті ішімдік ішіп, көрісу идеясын ұсынған. Мартин Лизин көзіне қараса, сағатты көрген. Неге сағат? Соны мен білмеймін. Мартин Лизин көзінде максимум өлімді көре алған. Осы кезде Мартин Руфтың көздері туралы ойлай бастаған. Мартин Руфтың көзіне қанша қарамаса да, онда нені көруге болатынын түсінген жоқ. Тек қана шексіздік пен мистика. Ал Лизин көзіне қараса, барлығы түсінікті болған. Лизин ойлары тек қана балмұздақпен және тағы бір нәрсемен шектелгенін түсінген. Мартин Руф пен Лизин көздерін салыстырғанда, осы контраст Мартинді таңғалдырған. Ол кіммен сөйлесіп тұрғанын түсінгенде, онда, яғни Мартинде жиіркенішті сезім пайда болды. Мартин осы екі қызға оның қызбен көрісу керек екенін айтқан. Яғни басқа қызбен. Мартин олар онымен бірге келесі рет, яғни кейін болашақта баратын айтқан. Олар Мартинмен тағы кішкене сөйлесіп ажырасқан. 7-ші тарау. Мартин мен Руфтың бір-бірімен танысқаннан бері бір апта өткен. Бүкіл апта бойы Мартин Руф туралы ойлаған. Енді Мартин оған қоңырау шалып, Руф оны өз үйіне шақырған. Мартин Руфтың үйіне келіп, олар бір-бірімен сөйлесе бастаған. Мартин Руфқа өзіне бұл жерде ұнайтынын айтқан. Мартин өзіне осындай атмосфера ұнайтынын айтқан. Бұл адамдар бір-бірімен бәсең үнмен сөйлесетін атмосфера. Осы атмосферада бір-бірімен жоқ. Осы атмосферада эстетика бар. Әдемі суреттер бар. Анау-мынау. Мартин Руфтан не істейін деп сұраған. Руф Мартинге алдымен бастауыш мектепті бітір деп айтқан. Кейін ғана универге бар деп айтқан. Мартин, бірақ бұған ақша керек қой деп айтқан. Руф, осымен саған көмектесе алатын туыстарың бар ма екен деп сұраған. Осы жерде Мартин отбасысы туралы ақпарат шықты. Мартин әкесі де, анасы да қайтыс болған екен. Мартин 11 жасында анасынан жетім қалған. Мен Мартин екі әпкесі туралы айтқан. Олардың аттары Гертруда мен Мариан. Оларға қоса Мартин 5 ағасы болған. Біріншісі
Индияда қайтыс болған. Екіншісі мен үшіншісі оңтүстік Африкада жүрген. Төртіншісі кит аулау сапарында болған. Бесіншісі цирктің құрамында болып көшіп жүрген. Ол трапецияны жасаған. Руф Мартинге грамматика оқулығын әкеліп, грамматика туралы сөйлесе бастаған. Руф Мартиннің көзіне қарап, Мартин соншама күшті екеніне таңғалған. Физикалық күш қана емес, вообще осы жігіттің барлығын жасауға жігері мен күші жеткен. Мартин грамматика, политика, экономика, барлық нәрсе туралы білімін дамытқысы келген. Руф оған қарап таңғалған. 9-шы тарау. Мартин 8 айлық теңіз сапарынан оралған. Сапары сәтті болмаса да, ол бірнеше ай бойы жұмыс істемей, кітап оқуға жететіндей мөлшерде ақша тапқан. Ол өзінің грамматикасын айтарлықтай жақсартқан. Күніне 20 жаңа сөзден жаттаған. Үйіне оралғаннан кейін өзінің осы жаңалықтарын Руфқа бірден айтқысы келмеді. Ол өзін жазбада сынағысы келді. Мартин өз сапарын қағазда сипаттап, соны газетаға жібергісі келді. Кейін ол әңгімелер сериалын жазуды шешті, және сол үшін ақша табуға үміттенген. Соны бітіргенде оның әңгімесі 21.000 сөзден тұрған. Мартин соның барлығын бір аптаның ішінде бітірген екен. Ол соларды газеталарға жібергеннен кейін ғана Руфқа звондап, оның үйіне келді. Мартин Руфқа өзінің шығармашылығы туралы айтқан. Бірақ Руф соны қолдамады. Руф Мартинге жақсы жазу үшін бірнеше жыл бойы жаттығу керек деп айтқан. Мартин Руф үшін өз пішінін өзгертуге рұқсат беретін ермексаз сияқты болған. Руф ше Мартиннен мінсіз жігіт идеалын жасағысы келген. Мартин Руфтан жақсы жазушы болу үшін не істеу керекпін деп сұраған. Руф оған жоғары мектепке бар деп айтқан. Как раз келесі апта қабылдау емтихандары басталады деп айтқан. Мартин Руфқа өзінің соған міндетті түрде баратынын айтқан. 10-шы тарау. Мартин Руфтың әкесімен танысты. Шығармада оны мистер Морс деп атаған. Мистер Морс Мартинді ұнатты. Руфтың анасы да Мартинді ұнатты. Өйткені оның Мартинді соңғы кезде көргеннен кейін Мартин айтарлықтай дамыған. Кейін Мартин өз емтихандарының нәтижелерін алған. Ол грамматикасын ғана жақсы тапсырған. Басқа пәндерденше, әсіресе ақш тарихынан ол жаман баға алған. Мартинге оның нәтижелерін берген профессор Мартинге 2 жылға бастауыш мектепке баруға ұсынған. Мартин Руфқа келіп, барлығы туралы айтқан. Руф таңғалған. Мен сен жағдайында болсам, хотя бы 1,5 жыл бойы түнгі мектепке барар едім деп айтқан. Бірақ Мартин соған барғысы келмеді. Өйткені егер түнде ол сонда барып, күнде жұмысқа барса, оған Руфпен жиі кездесуге уақыт жетпейді. Мартин маған мұғалім керек емес деп айтқан. Жоқ, мен мақтап жүрген жоқпын, бірақ сен өзің менің грамматикамды жақсартқанымды көріп тұрсың. Мен барлығын өзім істей аламын деп айтқан. 11-ші тарау. Мартин физика, химия, геометрия, алгебра деген пәндерді игере бастады. Оған қоса Мартин поэзия мен әңгімелерін жазуды жалғастырған, бірақ ақшасы азайған. Оның журналдарға жіберген шығармалары оған отказдармен оралған. Бір сәтте Мартин отказдардың бір себебін түсінген. Мартин шығармаларының өз қолымен жазылған нұсқаларды жіберген. Журналдарше тек қана баспалау машинасымен, яғни печатный машинкамен жазылған нұсқаларды қараған. Мартин бір баспалау машинасын жалға алып, барлық шығармаларын қайта көшіріп, енді басқа журналдарға жібере бастаған. Енді Мартиннің өзі жазған 30 поэмалары болған. Мартин соның барлығын даңқ үшін емес, Руфқа сезген махаббаты үшін жасаған. Мартин мен Руф арасында үлкен құз, яғни пропасть болған. Бірақ бір сәтте осы құз жоғалып, Мартин мен Руфтың арасында көпір пайда болды. Бұл осылай болған. Мартин мен Руф бірге отырып шие жегенде, Мартин
Руфқа қараса, Руфтың ернінде шиенің дағы қалған. Осы шие дағы Мартинге қатты әсер етті. Осы сәтке дейін Руф Мартин үшін періште болып көрінді. Енді шие дағымен Руф жай ғана қарапайым адам баласы болып көрінді. Осы сәтте Мартиннің оған біреу ұнағанда, оның әрқашан істейтін бір нәрсені істегісі келген. Бірақ Руф сол кезде Мартинге қарағанда, Мартин Руфтың ештеңе түсінбей отырғанын түсінді. Осыдан Мартин Руфтың қаншама таза және ақкөңіл екенін түсінді. Және Мартин мен Руфтың арасындағы құс тағы да пайда болды. 14-ші тарау. Мартин Руфқа өз шығармаларын оқыған. Шығармалары Руфқа ұнаған жоқ. Бірақ Мартин өз шығармаларын оқығанда, ол Руф үшін өз күшін маятник сияқты таратқан. Бұл Руф үшін әдемі болған. Осы кездерде Руф өзінің және Мартиннің үйлену тойы қалай өтер екен деп ойлаған. 16-ші тарау. Бір кейіпкерді таныстырайын, оның аты Джо Досон. Джо Мартинге кір жуатын орындағы жұмысты ұсынған. Мартин келіскен. Мартиннің жұмысынан кейін кітаптарын оқуға ойы болған. Бірақ Мартиннің онда жұмыс істегені ауыр болғандығы соншалық, ол жұмысынан кейін бірден ұйқыға батқан. Тіпті бір сәтте ол 7 сағат ұйықтаса да, оның ұйқысы қанбаған болатын. 17-ші тарау. Мартин көп мөлшерде жұмыс істеуді жалғастырған. Ол өзінің dead inside екенін сезе бастады. Жексенбі күні ол ағаштың астында отырып демалғанда, бұрында көре алған табиғат сұлулығын қазір көре алмады. Джо Досон Мартинмен бірге жұмыс істеген. Ол да Мартин сияқты ауыр жұмыс істеген. Мен түсінгендей, олар дүйсенбіден жұмаға дейін жұмыс істеп, сенбі, жексенбі демалған. Джо әрбір сенбінің кешінде алкоголь ішкен. Бір сәтте Мартин де оған қарап, алкогольді ішкен. Осы сәтте ғана Мартин бұрын көрген табиғат сұлулығын көре бастады. Назар аударыңыз, алкоголь денсаулыққа зиян келтіреді. Мартин сол күні көрген сұлулықты келесі күні алкогольсіз көре алмайтын болады. Бірінші бөлім біткен, келесі бөлім бұл жерде болады.